Ассалаумағалейкум достар, ютуберке жол 12-ші бөлімге қош келдіңдер. Бүгінгі видеоны тақырыбынан көріп тұрғандарындай, мен өзімнің семьяма жаңадан Корея кинодом сатып алатын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что жай-пішінлерді алып отырыңдар. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Достар, мында Ефи Морин деген баладан мен Корея кинодом сатып алғалы жатырмын. 8 миллионға сатып алғалы жатырмын, верно деп жазамыз, фрапспен условиясын дұрыстаймыз и сосын тайм істеп аламыз. Бұл бізде видео қосылып тұр, чтобы алдап кетпес үшін, сол үшін мен осылай видео запись қосып қойдым. Енді, бұл маған қазір Чанже Проб деген команда арқылы маған немен жібереді. Осылай имуществомен обмен жібереді. Так, неге дұрыс, по идее, Ефи Морин дұрыс. Енді біз қайттан осыны бастық. Енді подождите, пока Ефи Морин, осы имуществоны алғанша деп күте тұрыңдар деп тұр. Бұл басылып кетті. Бізде қайттан басыламыз. И мен бір нәрсе күдіктеніп тұрмын да, арт жақта или алт жақта біреу маған лақтырып тұрған жоқ па деймін да. Бұл скам болуы мүмкін деп. Мынау кім что-то. Так, нені қараймыз? Ес қазақ. Жарайды. Бұл адам емес. Маған қазір бұл маған имуществоға неме жібереді. Приглашение, все. Енді Так, 8 миллион дұрыс. Квартира 75-29 и бізде дұрыс, Енді подтвердить дейміз, 8 миллион кетті. И достар, успешно біз осылай Корея кинодом сатып алдық. Сяба деп рахметін айтып жүреміз. И рука алып жіберейік. Так, рукасы алынбай тұр. И достар, сосын мен даусын біртүрлі болып тұрса кешірім сұрайын, потому что сәл-пәл ауырып тұрғаным бар енді. Фамада 2-ақ машина қалған ғой, енді солардың барлығын парковать етіп жатыр. Мында Микос деген бала маған звондап жатыр. Неге десеңіздер, Корея кинодом қай жақтан, қай жерден дом квартирасын немесін айтып жібер деген сияқты айтып жатыр. Енді мынан рангын ішке азайтамыз и басамыз. И достар, успешно бізде осы қойылды. Екінші машина бұл Audi, маған подарок еткен болатын осы Audi'ді. Үшінші көлік бұл бізде Cherokee. Бұны парковать етеміз. И сосын /car деп добавить етеміз. И астында добавить машину транспортына семью деп тұр. Соны басамыз. И бізде на жақта Grand Peak деп тұр. Міне оның рангын қазір бір 2-ге или 1-ге азайтамыз. И мынау Audi'дің рангын азайтамыз 3-ге. Жоқ, 2-ге қояқ. Мынаныкі, 1-ге қояқ. Жоқ, 2-ге отыра берсін. Все. Енді барлығы нормально. И достар, мында мен семьяға новыйдан X5 алып жатырмын. Мында қазір ПТС-ын сұраймыз. Мен сіздерге қазір көрсететін болам. ПТС-ында не бар, не жоқ екенін барлығын көрсетемін. Мынада көшім, по идее, спорт нитро болу керек, потому что өзі жаңа солай айтқан болатын. Қазір ПТС-ын сұраймыз. Сәл ұзағақ болатын бір адам екен да. Осы буға келіп алады, сосын бермей қойды. ПТС-тар жаман бар ғой, жаман балалар. И күтеміз. Так, қашан береді ПТС-ті? Күтеміз. Маған қашан береді. Достар, осы немені, мне достар берді. Мында спорт, так, нитро, оникс, все, енді барлығы дұрыс. Енді 1 550 000-ға предлагать еттік, енді алғалы жатырмыз. Міне достар, бізге жіберді 1 550 000-ға и бастық. И сяба, бүгінгі видеоны көріп атсан, и рульден сұрайық. Все, давай, рахмет, немен машинаны сатып алғанын. Екінші көлік бұл бізде Camry 70, 2 270 000-ға сатып алғалы жатырмыз. Біздің қалтамызда 2 454 болғандықтан біз бұл Camry'ді сатып алатын боламыз. И достар, мен бүгінгі видеода полный осы семьяға кіріс кеткен болатымын плотно. И бізден рулін сұраймыз. Бұл да бір жайбасар біреу екен. И мына жақта, осы көліктің цветін ауыстырып жатырмыз. Міне готовый цвета дейміз. И қызыл түсті таңдаймыз. Мында көк цвет өте әдемі көрінеткен, бірақ біз қызыл цветті алатын боламыз. И все. Ендігі кезек анау X5-ті бояу ғана қалды. Енді жақта X5-ті алып келдік. Енді мында цвет кузова деген жерге қызыл түсті тоже таңдаймыз. И бізде 25 000 рубль минус. И бізде, міне достар, әдемі бір машиналар түсті. Енді мына жақта біздің хатамыз осындай. И, мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Міне біздің автопаркымызда Cherokee, E34, Camry, X5, Audi. И достар, мында Бекзат деген менің главный замым, балаларды массовый сбор істеп жүрді. От души бүгінгі видеоны көріп отырсам Бекзат Ханов. И мында балалардың барлығын жинадық. Мында көп балалар болып, бұйырса контейнерға бара жатқанымыз жайымыз бар еді. Мына жақта бір бала замды осы Ялпспен ауыстырып жатыр. Міне без доплаты деп байқаусызда мен басып қойдым. И қазір мен оған былай трейдпен 200 000 рубль неме доплата беретін боламын. Бұның да бір, цветін ауыстыруға келдік. Мына қызыл түске ауыстырамыз. Нормальный цвет болып қалды. Енді бұған ақша жетпей қалды. Қазір Бекзат деген зам маған беретін болады ақша.
И короче бекзат маған ақшасын берді, енді мына жақта сатып алатырмын. И міне алдық, енді короче мына жерден шығамыз. Бізде стробоскопта екінші стробоскоп орналасқан. Енді все да, енді қайттан басамыз и все, әдемі тачка шықты. Енді бұны біз только фамаға қосып қойсақ болды.